Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей мамандық таңдау мектебі, бірақ не то варианты өткені мен дұрыс сөйлеп бастаған жоғым. Неге басы сүйіктен қиын? Өйтіп қарамаңызшы, сөйлей алмайалым. Сөйтіңізші. У меня получится, я справлюсь с этим. Сәлем достар, сіздермен әдеттегідей мамандық таңдау мектебі және де мен Санель. Сіздермен қайта көріскенімізге қуаныштымын және бүгін тағы да бір қызық тақырыпты қозғайық. 2-3 ай бұрын болашақта сұранысқа ие 23 мамандық атты біз тақырыпта видео шығарған болатынбыз. Енді бүгінгі шығарылым сол тақырыптың төңірегінде болмақ. Бірақ болашақта сұранысқа ие болатын емес, керісінше болашақта жойылатын, өлетін, мүлдем жұмыс табылмайтын, жалпы бұған түссең аш қаласың деген 10 мамандықты тізіп айтатын боламыз. Осы мамандықтарды қарап, ескеріп, болашақта түспеулеріңізді қадағалаңыздар. Видеоны бастамастан бұрын мына жерде төменде подписаться деген қызыл батырма бар. Сол батырмаға басуды ұмытып кетпеңіздер және де колокольчикті басуға ұмытып кетпеңіздер. Егер де басып қойсаңыздар, біздің видеоларды дәл уақытында көруге мүмкіндік болады. Алғашқы болып көретін боласыздар. Сонымен болашақта жойылатын 10 мамандыққа кеттік. Негізі әр ғасыр сайын, яғни 100 жылдықта шамамен 5-10 мамандық жойылып тұрады. Бірақ қазіргі таңда 21 ғасырда 100 жылдап емес, 10 жылдықтың ішінде де көптеген мамандықтар жойылып отыр. Не себепті ондай? Әрине ол техниканың, ғылымның дамуы тікелей әсерін береді. Себебі белгілі бір мекемеге 50-100 шақты маман иесін алып, оларға жұмыс беріп, оларға айлық бергеннен гөрі белгілі бір роботты қойып қойған әлдеқайда жеңілірек болады, әлдеқайда тынышырақ болады. Өйткені адамдарды басқару оңай емес және де әлдеқайда шығын, ақша жағынан шығын аз кетеді. Және де оны мемлекеттік органдары болсын, немесе жеке кәсіпкерлер болсын, қуана қарсылайды. Және де сондай алғашқы жойылатын мамандықтардың бірі кітапханашылар. Негізі мен Алматыда болсын, Астанада болсын, осы Қазақстанның төңірегінде де айта берейік. Көптеген кітапханаға барғанда қазіргі таңда кітапханашылардың саны өте аз. Күн сайын барған сайын, немесе ай сайын барған сайын азайып келе жатыр. Өйткені бір кітапханаға барғанның өзінде сенің ID картаң болса болды, ID картамен басасың, белгілі бір кітапты алсаң өзіңмен ала бересің, шығатын кезде ол сенің алған кітабың бірден компьютерға, бірден автоматты түрде базаға тіркеле бастайды. Және де Қазақстанның төңірегінде көптеген кітапханалар электронды форматқа өтті. Дәл қазір бірең саран кітапханашылар жұмыс жасағанымен 5-10 жылдықта ол маман иелері қажетсіз болады. Оның орнына жаңағыда айтып кеткендей электронды форматтағы ID карталар арқылы кітаптар алып, базаға тіркеп, сол арқылы кітап алуға мүмкіндік болады. Әрине, кітапхана ісіндегі мамандар, белгілі бір мамандар, кадрлар керек, яғни белгілі бір кітаптар келген кезде оны базаға тіркейтін, оларды орнына қоятын, бірақ бұрынғыдай сен бір кітапты алу үшін сен аты жөніңді жазып, бумажкамен алып, соған апарып жүретін уақыт кетті. Ондай уақыт жоқ. Мысалға, Казгудың өзінде де мен білем, кітапханаға барған кезде просто ID картыңмен кіресің, кітабыңды аласың, өзіңмен өзің шығасың. Егер де кітапты уақытылы өткізбесең, ол автоматты түрде сенің жалпы документіңде, сенің ақпаратыңда барлығы жазылып тұрады. Яғни күн сайын пеня жүріп тұрады, оның барлығы тіркеп, сен оны порталдан көре аласың. Және де әрбір кітапхананың сайттары бар, ол жерлерде де ақпараттардың барлығы тұрады. Сол үшін кітапханаға түсем, сол жерде жұмыс жасаймын деген адамдар болса, бұл мамандықты ескеріп көріңіздер. Өйткені 5-10 жылдықта бұл маман иелері шынымен де жойылатын болады. Тек қана бірең саран ғана маман иелері керек болады. Қазақстандағы 5-10 жылдықта жойылатын тағы да бір мамандық почтальондар. Негізі кішкентай кезімізде есімізге түсірсек, жалпы үйдің алдына немесе бір тумбочкелерге көптеген хаттарды, газеттерді почтальондар қалдырып кететін. Бірақ қазіргі таңда сен ол тумбочканы қарасаң, көбіне ондай хаттар жоқ, ондай газеттер де жоқ. Қазіргі почтальондардың негізгі міндеті мемлекеттік органдардан келген налогтарды немесе штрафтарды жеткізіп беру және де оны бұйыртса 1-2 жылдықты электронды форматқа өзгерткендіктен ондай почтальондардың енді қызметі керек емес болады және де сол себепті де бұл мамандықтар жойылады. Әрине, бұл жерде біз курьерлерді ескермейміз. Курьерлер ол бөлек бағыт, яғни курьер ол жеке меншіктегі белгілі бір затты сатып алып берсең, ол саған әкеліп береді. Ал почтальондар ол мемлекеттік штрафтарды немесе хаттарды немесе газеттерді жеткізіп беретін жалпы қызметкерлер. Сол үшін бұл маман иелері
точно Қазақстанда 1-2 жылдықта жойылатын болады. Енді бірден болмаса да біртіндеп жойылады. Сол үшін егер де бұл мамандыққа қызығып жүрсеңіз, осы факторларды еске алғаныңыз дұрыс. Үшінші жойылатын мамандық кассирлер. Негізі студент кезінде көбінің ақша жетіспегеннен жұмысқа тұрып кететін маман иелерінің бірі ол кассир десек те болады. Бір жағынан уақытың мен студенттік кезбен алып жүруге болады, бір жағынан сол уақытқа, сол сенің жасыңа жақсы табыс көзі болатын мамандық еді, бірақ өкінішке орай бұл жұмыста жойылайын деп тұр. Себебі сіздер қазір обычный магнумға барсаңыздар да, кассирдің жанында бөлек автоматтар да тұр. Сол автоматтарға өзіңіздің затыңызды алып, штрих-кодпен басып наличкамен немесе каспимен де, немесе карточкамен де төлесеңіздер болады. Ондай мүмкіндіктерді жасап қойған, және де ол автоматтар көбеймесе азаймайды. Сол себепті де кассирлерде жойылады. Одан бөлек Макдональдсқа де кірсеңіздер, қазір Макдональдсқа кірсеңіз, телевизор тұрады. Телевизорге өзіңіздің қажетті жегіңіз келген бургерді, коланы белгілеп болғаннан кейін карточкамен төлеп, бірден 10 минуттан кейін өзіңіздің заказыңызды алып келсеңіз болады. Сөйтіп жойылатын мамандықтың бірі ол кассир болмақ. Төртінші жойылатын мамандық турагенттер. Бұрындары шетелге демалысқа баратын болсақ, міндетті түрде турагенттің кеңесіне жүгінетін еді. Қазіргі таңда ол маман иелерінің кеңесі аса қатты керек емес болып қалды. Себебі бір жерге шетелге барғың келсе, міндетті түрде отельді брондау керек, немесе тағы да бір басқа жерлерді брондау керек, демалыс орындарда. Ал оның барлығын брондауға жеңілдетіп қойған сайттар да бар, және де приложениелер де бар. Және оны адам қазір еш жерге барып, ешкімнің кеңесін сұрамай-ақ, телефонмен, Wi-Fi-мен кіріп жасауға мүмкіндігі болып отыр. Сол себепті де бұл маман иелері жоғалмақ. Бесінші жойылатын мамандықтың қатарына нотариуста жұмыс жасайтын маман иелері, юрист және де бухгалтерия саласын айтқым келіп отыр. Негізі бұл мамандықтар тікелей жойылатын тек қана Қазақстанда емес, әлемдік ақш деңгейінде де айтылып отыр. Өйткені ол маман иелер қазіргі таңда біртіндеп қажет емес. Бір жағынан бұл маман иелеріне жұмыста табу қиынырақ. Не себепті жойылмақ? Мысалға, бухгалтерді келтірейік. Бұрындары белгілі бір мекемеге 4-5 бухгалтер керек болса, қазірдің өзінде бір бухгалтер жеткілікті. Болашақта сол тек қана 1-2 ғана бухгалтердің өзі жеткілікті болмақ. Себебі бұрындары негізі бухгалтердің міндеті есептеу керек болғандықтан, калькулятормен немесе белгілі бір статистика жүргізу керек болғандықтан, қазіргі таңда оның барлығын таблицалар автоматты түрде жасап бере алады. Бастысы бір ғана бухгалтер сол есептеу керек сандарды сол таблицаға жазып берсе болғаны. Қалған статистиканың барлығын автоматты түрде бізге таблица жүргізіп береді. Сол үшін бұрынғыдай бір мекемеге 4-5 бухгалтер емес, тек қана бір ғана бухгалтер жеткілікті. Қалған нәрсенің барлығын автоматты түрде таблица жасап бергендіктен бұл мамандықтар жойылатын мамандықтардың қатарына кіреді. Жойылатын мамандықтардың тізіміне охранниктер, риэлторларды қосқым келіп отыр. Енді охранниктер түсінікті деп ойлаймын. Магнумға барсаң да, мегацентрға барсаң да, белгілі бір мекемеге барсаң да, қазіргі таңда кіріп келгенде белгілі бір столбтар тұрады. Сіздер оны көрдіңіздер деп ойлаймын. Белгілі бір затты алып шықсаң, пиқылдап шығады. Оның барлығы көрініп тұр. Енді тек қана сол столбтардың сондай қауіпсіздікке жауап беретін техникалардың дамуына байланысты охранниктерде біртіндеп жойылатын болады. Риэлторлар не себепті жойылады? Риэлторлардың қазіргі менің өзімде де үй іздеген кезде, квартира іздеген кезде қазір бұрынғыдай риэлторларды қажет етпейтін болдым. Себебі крышаға кірсең де өзіңнің пәтеріңді, өзің қандай пәтер керек, қандай квартира керек, қандай үй керек барлығы көрсетіп тұр. Сен өзіңнің хозяиннан тікелей номерін алып, тікелей сонымен хабарласып та үй іздей аласың. Сол себепті де риэлторларда қазір керек емес. Және соңғы жойылатын мамандықтар фрезерщиктер мен машинистер. Негізі адамдардың дене еңбегімен физикалық күшпен жасайтын мамандықтардың барлығы жойылмақ. Себебі физикалық күшпен жұмыс жасайтын нәрселердің барлығын станоктар, роботтар автоматты түрде орнын баса алады. Фрезерщиктердің орнына станоктар тікелей жұмыс жасай алады, ал машинистердің орнына беспилотный поездар,
машиналар, жалпы самолеттар жасап жатыр. Енді ол Қазақстанға бұйыртса келгеннен кейін әрине бұл маман иелері қажетсіз болады. Теслада жүргізушісі жоқ машина шығарған болатын. Ол Қазақстанға да, Қырғызстанға да 3 жыл бұрын келген. Яндекс таксиге де қарасаңыздар, қазіргі таңда жүргізушісі жоқ машиналарды да біртіндеп шығарып жатыр. Болашақта да машинистер де, таксистер де керек жоқ болады. Оның орнына автоматты түрде машиналар өздері басқаратын болады. Сол себепті де бұл мамандықтар жойылмақ. Сонымен достар, бүгін біз Қазақстанда 5-10-20 жылдықтың ішінде жойылатын 10 мамандықты айтқан болатын. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Және де сіздерге айтатын жаңалығым бар, сыйлығым бар десем де болады. Видеоның астына комментарий жазғандардың ішінен мен 2 үздігін таңдап, оларға 5000 теңгеден сыйлауды жөн көрдім. Олай біз бұрындарда жасаған болатынбыз, сөйтіп 2 оқырманымыз 5000 теңгеден жеңіп алған болатын. Сіздердің де сөйтіп жеңіп алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Жай ғана өйтіп мақтап емес, өздеріңіздің түйгендеріңізді, түсінгендеріңізді комментарийға жазып кетсеңіздер, мен ең үздігін таңдап, 1 аптадан кейін Telegram каналымызға үздікті жазатын болам. Міндетті түрде комментарийді жазғаннан кейін өздеріңіздің номерлеріңізді де қалдырып кеткендеріңіз жөн болады. Және де біздің Telegram каналымызға тіркеліп алыңыздар, сол жерге нәтижесін жіберетін болам. Видео ұнаса, міндетті түрде достарыңызбен тарата жүріңіздер. Сау саламат болыңыздар.